Ханымдар, дәл осындай жилетканы тігіп үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл видеода сіздер матаны қалай құрастырамыз, лекаламен қалай жұмыс істейміз, барлығы үйретіледі. Қыздар, біз твит матасынан жилетка тігейін деп жатырмыз. Ол үшін бізге ең алдымен осындай біздің твит матамыз керек болады. Өздеріңіз қалаған бойынша алсаңыздар болады. Твит матасының түрлері өте көп. Сәндеу үшін осындай тастарды қолданамын, және мынандай лентаны қолданамын. Астарлық үшін осындай огуречка астарлығын алдым. Және де түстес жіп, қара жіпті алдым. Бізге ең басты керек болатыны мына жерде біздің дайын лекаламыз. Дайын лекаламыз бізде 44-тен 54 размерге дейін. Ең алдымен осындай лекаламызды құрастырып бастаймыз. Ол үшін бізге дәл осы парақ қажет болады. Дәл осыны кезекпен құрастырып шығамыз. Міне бірінші парақ бізде дәл осылай болады. Одан кейінгісін мына жерде қайшының суреті бар, дәл соны былайынан қырқып тастап, мына екеуін бір-біріне орналастырамыз. Лекаламыз дайын болды. Енді біз оны айналдыра қырқып аламыз. Сосын мата бетіне қойып пішеміз. Бізге ең алдымен мынаны өлшеп алуымыз керек. Мынау 5-те 5 сантиметр болу керек. Міне қырқып алдық. Енді кішкене түсіндіріп кетейін. Бірақ мына жерде біз барлығын түгел жазып қойғанмын. Дәл осылай мата бетіне қойып қырқып алсаңыздар да болады. Мына жақта бізде алдыңғы бойдың жаны, мынау бізде алдыңғы бойдан 2 дана кесіледі. Мынау бізде мына жерінде тұтас болып кесіледі. Негізгі матадан, мынау бізде астарлық матадан кесіледі. Мынау негізгі матадан да, астарлық матадан да кесіледі. Артқы бойдың жан бөлігі. Енді біз матамызды жайып алдық. Оны мына шетінен 2-ге бөктеп алдым. Одан соң артқы бойдың тұтас бөлігін матаның үстіне қойып, енді айналдыра қырқып шығамын. Енді артқы бойдың жанын кесіп аламын. Дәл солай алдыңғы бойды да дәл осылай лекаланың мата бетіне қойып пішіп аламыз. Астар матасынан да дәл осылай мына астарлықты мына жерін тұтас етіп қырқып аламыз. Астарлық маталарды дәл осылай кесіп алдым. Мұнда тұтас, мынау алдыңғы бой, негізгі матадан кестім. Міне біз қырқып дайындап алдық. Дәл осылай шықты. Негізгі мата, астарлық мата. Мына жақта да дәл солай негізгі мата, астарлық мата. Дәл осылай кесіп алдық. Енді біз бұны тігуге кірісеміз. Енді мына жерлерін мынау артқы боймен, мынау артқы бойдың выточкасын былай жабуымыз керек. Ол үшін біз ең алдымен мынаны бір-біріне біріктіріп айналдыра ине қадап шығамыз. Дәл осылай ине қадап болған кейін, екінші бөлікке де дәл осылай ине қадап аламыз. Сосын былайнан түзу тігіспен тігіс түсіреміз. Алдыңғы бойды да дәл осылай ине қадап аламыз. Дәл осылай айналдырып ине қадаймыз. Одан кейін түзу тігіспен тігіс түсіреміз. Тігіс түсіріп болғаннан кейін міндетті түрде артқы бойдың выточкасында, алдыңғы бойдың выточкасында үтікпен үтіктеп отыруымыз қажет. Мына жерде аптачканы 1 сантиметрден инемен бірінші инемен қыстырып аламыз, одан кейін айналдыра тігіп шығамыз. Сосын міндетті түрде үтіктеп отырамыз. Артқы бойдың выточкасын негізгі матадан қалай істесек, астарлық матадан да дәл солай істейміз. Мына жерін инемен қыстырып аламыз, одан кейін айналдыра тігіс түсіреміз. Мұнда тігіс түсіреміз, мұнда тігіс түсіреміз. Енді мына жерде біздің астарлық маталарымыз, алдыңғы жағын мен негізгі матадан алдым, одан кейін жанын астарлық матадан алдым. Дәл оны да жаңағыдай мына жерінен қыстырып аламыз, инемен бір-біріне жақындатып, сосын барып ұзына бойына тігіс түсіреміз. Мына жағында дәл солай, мына жерін бір-біріне келтіріп, инемен қыстырып аламыз, одан кейін ұзына бойына тігіс түсіреміз. Сосын әр тігістен кейін үтіктеп отыруды ұмытпайық. Міне мен мұнда уже тігіп қойдым. Дәл осылай тігіп аламыз. Енді бұны айналдыра мына жерінен үтікпен басып шығамыз. Енді екіншісінде инемен қыстырып аламыз. Ең алдымен инемен қыстырып аламыз. Міне біз инемен қыстырып алдық. Енді осылай түзу тігіспен тігіп шығамыз. Міне біз астарлық маталарды дайындап алдық. Дәл осылай тігіп, сыртқы бойынан осылай көрінеді. Енді мынау әдемі болу үшін біз әрқашанда тігісімізді былай әдемілеп үтіктеп отыруымыз керек. Мынаны да әдемілеп мынау тігістің үстінен үтікпен басып үтіктеп шығамыз. Міне біздің жилеткамыздың арты, мына жерін уже тігіп алдым. Былайнан түзу сызық түсіріп тігіп алдым. Енді мынаны сіздерге түсініксіз болмасын деп қайталап түсіріп жатырмын. Енді осының мына жерінен аламыз да, дәл осылай бір-бірінің үстіне қойып, инемен қыстырып шығамыз. Былайнан инемен қыстырамыз да, мына жерінен тартып тігіп жібереміз. Міне бізде осылай болды. Енді ұзын түзу тігіспен бір тігіп аламыз.
Міне біз артқы бойды тігіп алдық. Дәл осылай шықты. Міне жилеткамыз. Енді жақсылап үтікпен басып үтіктеп шығамыз. Міне тіккенде дәл осылай шықты. Енді үтікпен әдемілеп үтіктеп аламыз. Артқы бойды тігіп алдық. Енді алдыңғы бойға кірсек, алдыңғы бойдың выточкасында дәл артқы бойдың выточкасы сияқты тігіп аламыз. Ол үшін бізге ең алдымен осы жерін инемен қыстырып шығу керек. Міне дәл осылай соңына дейін инемен қыстырып шығамыз. Соңына дейін инемен қыстырып шығып, ұзын тігіс түсіреміз. Бұл жилеткаға дублерин қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Мен кішкене менің твит матам қатты болғаннан кейін мен дублерин қолданған жоқпын. Егер сіздердің твит маталарыңыз немесе велюр маталарыңыз жұмсақ болатын болса, онда сіз дублерин қолданыңыз. Бізде мынандай болып шықты. Бізде дәл осылай инемен қыстырған екен, дәл осылай шықты. Енді осыны ұзына бойы тігіс түсіріп аламыз. Екінші жағында дәл солай бірінші инемен қыстырамыз, екінші тігіс түсіріп аламыз. Біз жақсылап үтіктеп алдық. Енді біз иық бөліктерін қосуға кірісеміз. Ең алдымен біз мынау артқы бойдың негізгі мата мен негізгі матаның алдыңғы бойларын былай бір-бірінің үстіне қойып, иығын ұзына бойы тігіп шығамыз. Міне. Енді асар бетінде дәл солай иықтарын тігіп шығамыз. Әр тігістен кейін үтіктеп отырамыз. Иықтарын бір-біріне біріктіріп алғаннан кейін, мына жерін біріктіріп үтіктеп алғаннан соң, оң жақ бетіне астардың оң жақ бетін қоямыз. Бір-бірінің үстіне қоямыз. Сосын иықтарын ең алдымен мынау екі иықты бір-біріне теңестіріп, осы жерінен инемен қыстырып аламыз. Енді біз осыны иықтарын бір-бірінің үстіне қойып, инемен қыстырып шығамыз. Сосын барып, иықтарын қыстырып болғаннан кейін айналдыра инемен қыстырып алып, айналдыра тігіс түсіреміз. Осы жерге айналдыра тігіс түсіріп шығамыз. Міне алдын айналдырып тігіп алғаннан кейін біз енді келесіде қолтық ойындысын тігеміз. Қолтық ойындысының астары сыртына шығып кетпес үшін мына жерден 1,05 см былайнан қиып алып тастаймыз. Бізде дәл осылай шығады. Енді осыны иықтарын бір-біріне біріктіріп, инемен қыстырып алайық. Осыны бүйтіп айналдыра отырып тігіп шығамыз. Ең алдымен инемен қыстырып алсаңыздар да болады, немесе қыстырмай тіге берсеңіздер де болады. Иығын инемен қыстырып алдым. Енді былайнан тігіп шығамын. Ар жақ иығында дәл солай 0,5 см-ден қиып аламын. Инемен қыстырып, сосын ұзына бойы тігіс түсіріп шығамын. Қолтығын біріктіріп алдық. Енді біз оны былай кішкене-кішкенеден қырқып аламыз, чтобы тартып қалмас үшін. Осылай тігіп алдық. Тігіске жеткізбей қырқамыз. Тігіске жеткізіп қырсаңыздар, тігістеріңіз шетінеп кетеді. Дәл осылай қолтығын қиып аламыз. Енді иығымыздың үстінде дәл солай қиып аламыз. Бұда да тігіске жеткізбейміз. Егер тігіске жеткізетін болсақ, шетінеп кетеді. Осы жерін қиып алдық. Енді мына қолтық ойындысында қиып аламыз. Қолтықтарын қиып алғаннан кейін енді біз оң қаратып аламыз. Жағынан оң қаратып
матамызды осылай оңғаратып шығарып аламыз. Енді мынау алдыңғы бойын және мына қолтығын әдемілеп үтікпен басып үтіктеп шығамыз. Осы жерлерін әдемілеп үтікпен мына тігістердің арасын ашып тұрып, былайынан қойып, әдемілеп үтіктейміз. Қолтығында дәл солай үтіктеп аламыз. Астарлық бетін былай ішке қаратып кіргізіп үтіктеп шығамыз. Міне біз үтіктеп алдық. Ендігі кезекте енді біз мынау екі жандарын бір-біріне қосып шығамыз. Ол үшін біз дәл осылай екі оң беті мен оң бетін бір-бірінің үстіне қойып, мына жеріне біз инемен қыстырып аламыз. Міне. Енді мынау тура қолтық ойындысында бір-біріне теңестіріп, инемен қыстырып аламыз. Мына жағында дәл солай. Ұзына бойы инемен қыстырып, ұзына бойы тігіс түсіреміз. Осы жерден біреу. Белі. Ең маңызды кезең осы жерде бізге осыдан мына бел тұсымен тура мына бөксе тұсы екеуінің арасынан бір 15 сантиметрдей немесе 13 сантиметрдей осынша тікпей қалдырып кетуіміз керек. Міне біз екі жағын ұзына бойы тігіп алдық. Бұл тігіп алғанымыздың арасынан осындай кішкене жилеткамызды аударуға осынша қалдырдық. Енді бұны былайынан қойған кезде мына жерінде тұр. Не үшін ашық қалдырды десеңіздер, мына жилетканы оң қаратып алу үшін. Осыны енді жақсылап үтікпен үтіктеп алайық. Одан кейін астыңғы етегін қосамыз. Мына етегін қосып шығамыз. Мына үтіктеп алдым. Екі шетін әдемілеп үтіктеп алдым. Ендігі кезекте етегін бір-біріне беттестіріп тігіп шығу керек. Ол үшін біз мына етегімен мынау алдыңғы боймен, астарлықтың алдыңғы боймен, жилеткамыздың алдыңғы бойы екеуін мына дәл осылай бір-бірінің үстіне қойып, теріс аударып, инемен қыстырып аламыз. Енді осы инемен қыстырып алғанымызды былай ұзына бойы тігіп шығамыз. Мына етегін тігіп алдым. Енді осы жерден мына ашық қалдырған жерімізден алға қарай өткіземіз. Тартамыз. Енді осы жерін, мына астыңғы бөлігін әдемілеп үтіктеп аламыз. Одан кейін мынау біздің қалған жеріміз, ашық жерімізді білінбейтін тігіспен немесе осылай ұзына бойы тігіс жүргізіп жауып қоямыз. Осымен біздің жилеткамыз дайын. Енді бейкасын тігуді көрсетемін. Міне біздің жилеткамыз толығымен дайын. Енді біз осыған мынандай лентаны тіксек болады. Немесе дәл осылай қалдырсақ та болады. Дәл осылай да өте әдемі болып тұр. Мынау алдына ілгек немесе кнопка қойсаңыздар да болады. Біздің ішімізде не бар ғой? Астарлықты негізгі матадан жасадық қой. Сол үшін мына жерге кнопка жасасақ болады, немесе түйме жасасақ болады. Немесе мынандай ілгекпен, мына екі шетінен ілгекпен іліп қойсақ болады. Өте әдемі шығады. Міне біздің жилеткамыз дайын. Енді оның алдына осындай лентамызды тіксек болады, немесе өз қалауымыз бойынша басқаша әсемдесек те болады. Мынаның алдына осылай тастармен безендіріп шықсақ болады, немесе лента тігіп астына тастармен безендіріп алсақ болады. Ол үшін мен лента тіккім келіп тұр. Лента тігіп үстінен осындай тастармен безендіріп шығамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша істеңіздер. Тесмамызды алып,
мына белгілеген жерінен ішке қайырамыз да тура мына белгілеген жерімізден осы жерінен қосып қоямыз. Енді осыны мына белгілеген жерімен қосып айналдыра тігіп шығамыз. Тесманы қатты тартпаймыз, потому что бұл қатты тартқан кезде мынаны астыңғы матамызды жиырып кетуі мүмкін. Сол үшін былай бос, былай ұстап отырып тігіп аламыз. Міне тесманы қойып алдық. Енді жаңағы сызығымыздың үстінен асықпай басып шығамыз. Тесманы қатты тартпаймыз. Белгілеп алған жерім. Міне бейкамыз тігіп алғаннан кейін дәл осылай тастармен әсемдеп шықсақ болады. Жилеткамыз осылай шықты.